Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен дрожжсыз бауырсақ әзірлейтін боламыз. Ол үшін суға қантты, тұзды, ас содасын салып аламыз. Мөлшері төменде көрсетілген описаниеда, сол жерден көріп алсаңыздар болады. Енді ұнымызды салып, қамыр илейтін боламыз. Қолға жабыспайтын, жұмсақ қамыр илеу керекпіз. Міне болдық, енді осыны 10 минуттай тынықтырып қоямыз. Міне біздің тестамыз дайын. Енді бауырсақ пісіре берсек болады. Өте дәмді болып шығады. Осылай жұқалап илейміз. Және дәл видеодағыдай жасаймыз. Егер сіздерде дрожж болмай қалып жатса, бұл өте керемет идея. Міне қызып тұрған майға дәл осылай қуырып аламыз, осылай көтеріледі. Осылай қызарған уақытта кері айналдырамыз. Міндетті түрде істеп көріңіздер. Рецепт ұнаса лайк басуды ұмытпаңыздар.